Қызылша шырыны емдік қасиеті орасан, ал дайындау 5-ақ минутты қажет етеді. Нәтижесінде тұла бойыңызды билеген аурудан әп-сәтте айығасыз. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан деседі. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісін шикідей де, пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес, бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер де, бүгінгінің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, ішекке, бауыр бүйрекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып, жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды шаясыз. Ал мұрын бітеліп, гайморит мазалағанда қызылша шырынынан 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылдаған соң-ақ керемет нәтиже береді. Ал баспаны емдеу үшін 1 дана шикі қызылшаны қабығынан тазартып, үккіштен өткізесіз. 1 стақан езілген қызылшаға 1 ас қасық алма сірке суын араластырып тұндырып қойыңыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сығып алыңыз. Дайын болған шырынның 1 ас қасығын ішіп, қалғанымен тамағыңызды шайыңыз. Қаназдық кезінде де ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стақан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді, әрі қуатыңыз да артады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне 1 стақан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем көрінеді. 1 стақан қызылша шырыны қан қысымын қалыпты ұстап, көңіл күйді көтереді. Бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржолата құтыласыз. Ем үшін күніне 3-тен 1 бөлік стақан қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үккіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамындағы бетаин заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болады. Қызылша шырыны бұлшықеттің ауруын басады, әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын ішуге кеңес береміз. Физикалық жаттығу, үздіксіз қозғалыс, ауыр зат бұлшықетке салмақ салады, ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем қызылша шырыны. Қызылша шырыны көмегімен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін ашқарынға 1-2 ас қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазарады. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Егер онкологиялық аурулардың белгілері біліне бастаса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауды әдетке айналдырыңыз. 7 күн үзбей ішіп қайта тексеруден өту керек. Өйткені қызылша шырыны онкологиялық клеткаларды қалпына келтіріп, аурудың алдын алады. Қызылшаны іш қатудың алдын алу және емдеу үшін сәтті қолдануға болады. Іш қатумен күресу үшін қызылшаны шикі күйінде де, қайнатуда да қолдануға болады. Егер асқазан ішек жолында проблемалар болса, қайнатылған қызылшаға артықшылық берген дұрыс. Олар нәзік әрекет етеді.
Іш қатуды емдеу үшін тамақтанудан жарты сағат бұрын аш қарынға шамамен 100 грамм пісірілген қызылшаны жеу керек. Курстың ұзақтығы 1-2 апта. Қайнатылған қызылшаның орнына аш қарынға шикі қызылшаның, жаңа сығылған қызылша шырынын ішуге болады. Бір ас қасықтан бастаңыз. Тәулігіне 150 миллиграммға дейін. Достар, бүгінгі менің дайындаған қызылша шырыны пайдасы атты ақпаратым ұнаса, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.